Сәлем достар, нөлден бастап ағылшын үйрену курсының 6-шы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз бірінші, екінші сабақта өткен to be етістігінің жалғасын өтетін боламыз. Бүгінгі үйренетін жаңа сөздеріміз he, she, it. He, she, it сөздері қазақша аудармасы ол, бірақ қолданысы әртүрлі. Мына жердегі суретке назар аударып қарасаңыздар, he ол ұлдарға айтылады, she ол қыздарға айтылады, және де it ол заттарға немесе жануарларға қолданылады. Келесі, біз алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса, I am, you are, to be етістіктерін өткен болатынбыз. I am from Kazakhstan, мен Қазақстаннанмын. You are from Germany, сен Германиядансың. Және де ол сөздердің қысқартылатын нұсқасын үйренген болатынбыз. I am, I'm. You are, you're. Ал енді бүгінгі үйренетін to be етістігіміз ол he, she, it. Бұл үш сөзден кейін біз is деген to be етістігін қолданамыз. He is from Italy. Ол Италиядан. She is from Spain. Ол Испаниядан. It is from China. Бұл Қытайдан. Енді осы is сөздері алдыңғы am, are, to be етістіктері сияқты бұл да қысқарады. Мысалға, he is, his болып қысқартылады. Сонда he сөзінен кейін апостроф қоямыз. Мына жердегі төбесіндегі үтір апостроф деп аталады. Апостроф қойып, сосын s қоямыз. Сонда бізде түсіп қалған өзі бір ақ әріп. I. She is қысқарады she's. It is қысқарады it's болып. Сонда барлық қысқартылған сөздердің үстіне біз апостроф қойып шығамыз. Енді сіздерге үйге тапсырма. Мына жерде сіздерге сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерге, сөздерге назар аударып, біз he, she, it деген сөздерді қойып шығуымыз керек. Бұл жердегі сөздерге қарайсыздар. Егер ол әйел адамға қатысты болса, she қоясыздар. Ер адамға қатысты болса, he қоясыздар. Ал егерде зат немесе жануар болған жағдайда, онда біз it деген to be етістігін қолданамыз. Егерде сөздердің аудармасын білмеген жағдайда, сөздік қолдансаңыздар болады, бірақ бұл жердегі ең оңай сөздер қойылған. Сіздерге сәттілік, келесі сабақта көріскенше, goodbye.